Бәріңізге қайырлы күн, қыздар. Бүгін біз гуляш жасайтын боламыз. Жасауға оңай. Так, бірінші, міне пиязымызды, етімізді турап аламыз, және де ұнымызды кішкене қуырып аламыз. Осылай қоңырқай қылып. Ал одан кейін бастаймыз. Бірінші, қызып тұрған майымызға пиязымызды салып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Біздің пиязымыз қуырылып болды. Осылай қуырылғаннан соң үстіне етімізді саламыз, және де оны да жақсылап қуырып аламыз. Міне етімізді қуырып алдық. Енді етімізге томатымызды салып, араластырамыз. Жақсылап кішкене қуырып аламыз. Қарайғанша. Енді үстіне қайнаған суымызды құямыз. Оны құйып, араластырып, 15 минутқа жауып қоямыз. Ал бұл уақытта біз ұнымызды жылы сумен араластырамыз. Ұнды мен бірінші кішкене қуырып алдым сковородкаға. Ал енді тамағымызға саламыз. Осылай араластырамыз. Негізі бұл кішкене гуляш қоюлау болуына арналады, және дәмдіректеу болып шығады. Міне тұзымызды салып, енді жарты сағатқа тушиться етуге қоямын. Ал қыздар, пісті біздің тамағымыз. Енді гарнирге өздеріңіздің қалағандарыңызды берсеңіздер болады. Менде пюре. Осылай пюремізді әсемдеп қоямыз. Өздеріңіз қалай қойсаңыздар солай болады. Күріш берсеңіздер болады, гречка берсеңіздер болады гарниріне. Ал міне өте дәмді болды. Аппетитный. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнап жатса, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін. Барлығыңызға рахмет көргендеріңізге.